кеш, қымбатты оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін күндеріңіз жақсы, сәтті өтті деп ойлаймын. Өткенде бір семинардың бірінде жаңағы тренер сөйлеп жатқан кезде ол барлығына қарап айтты да, сіздер жеңімпазсыздар, мен сіздерді құттықтаймын. Сіздер жеңімпазсыздар, өйткені сіздер бүгін тірісіздер, бүгін сіздер жер басып жүрдіңіздер, бүгін сіздер тамақ іштіңіздер, бүгін сіздер ауа жұттыңыздар. Бүгін сіздер өздеріңіздің мақсаттарыңызға жетуге тағы да қадам жасадыңыздар деп. Сол сияқты мен де сіздерді құттықтағым келеді. Бүгін біз жеңімпаз болдық, өйткені біз бүгін тағы да бізге бір күн берілді. Ол күн аяқталып келеді. Бүгін бізге тағы да өзімізді тануға, өмірдің мәнін тануға, өз-өзімізбен жұмыс істеуге, өз-өзімізді дамытуға тағы да бір мүмкіндік берілген еді. Бірақ ол тағы да аяқталып келеді. Кім не істеді күн ұзаққа? Материалдық дүниені көбірек күйттедіңіздер ма, жоқ әлде рухани дүниеге де мән бердіңіздер ма? Осы жағын білгім келді. Қымбатты ханымдар, сіздер білесіздер, мен осыған дейінгі тікелей эфирлерімде сіздерге ақыл, нәпсі деп алдық, умды. Содан кейін барып жан, сосын деген высшее я, жоғарғы мен, және сана, подсознание, рух отыратын жер, осы дүниелерге байланысты көптеген тікелей эфирлер арнадым, өткіздім. Көпшілігіңіз оны қабылдадыңыздар. Соған байланысты жаңағыдай кәдімгідей түсініктеріңіз қалыптасып, постта жазып жатсыздар, көріп жатырмын. Барлығыңызға рахмет. Енді осыған байланысты айтайын, біз негізі өзіміздің тағы да қайталап кетейін, жан екенімізді түсінген кезде, жан екенімізді қабылдаған кезде, біз тән емес, біз дене емес, жан екенімізді қабылдаған кезде біздің өміріміз жеңілдей түседі. Қазір мен мына жердің шамын жағып келейінші, қараңғылау сияқты. Бір минут кешіріңіздер. Енді дұрыс болған сияқты, маған қап-қараңғы болып кетті. Жоқ әлде жап-жарық болып қалды ма? Кешіріңіздер. Сондай біз өзіміздің жан екенімізді түсінген кезде бізге өмір сүру жеңілдеу болады, және басқа адамдарды кешу жеңілдеу болады, өмірді қабылдау жеңіл болады. Біз жан екенімізді қабылдаған кезде, түсінген кезде, естідіңіздер ма, жарайды. Это не важно. Бисмиллах, ешкім кедергі келтірмейді. Бисмиллахи-рахмани-рахим деп қояйын. Кішкене кедергі келтіріп жатыр, Сондай жан есебімізді қабылдаған кезде бізге оңайырақ болады өмір сүру деп айттым. Жан еш уақытта қартаймайды, жан еш уақытта ауырмайды, жан еш уақытта қайғырмайды. Жан сондай керемет бір сәуле деп елестетеміз ба, ол деген жаңағыдай қасиетті бұрынғы жазбаларда, діни жазбаларда жазылғандай, ол деген кішкентай, сондай, оны өлшеу мүмкін емес дейді да, соны өлшеп, оның өлшемі мынандай деп айту мүмкін емес дейді. Сондай бір жап-жарық нұр, сол жан бізде, бәрімізде жанбыз. Сол жан есебінде өзімізді қабылдағанда біз қартаймайтынымызды түсінеміз. Біз әрдайым жаспыз, ал денеміз қартаяды, ол уақыт энергия. Уақыт деген ол Құдайдың, Алланың энергиясы. Сондықтан уақыт бізге әсер етеді, сондықтан біздің терімізге әжім түседі, біздің буындарымыз сырқырайды, жаңағыдай қартая бастаған сайын шашымызға ақ түседі. Кейбіріміздің жас кезімізден шашымызға ақ түседі, мысалы мен сияқты. Гендік тұрғыдан бекен, сондай ішкі органдарымыздың жұмысы нашарлай бастайды, түрлі біздің кармалық ауруларымыз болады, тұқым қуалаған аурулар болады, сондай дүниелерді басымыздан өткереміз, Ал біз жан есебінде болғанда, біз сондай тап-тазамыз, біз сондай жап-жарықпыз, және біз айналамызға сәуле шашамыз, және айналамыздағы жандарды да солай танимыз, және олар қандай солай қабылдаймыз. Олар жан есебінде ол өте таза, жан есебінде ол өте
кіршіксіз пәк, тек қана оның әрекеттерінің кішкене дұрыс емес екендігін аңдаймыз, түсінеміз. Мысалы, білесіздер ғой, қазір мені тыңдайтын оқитын ханымдар, ырзалар, соңғы кезде қосылып жатқан, 50-де, 60-та, 70-те өткенде бір оқырманым жазып жатыр, 82 ма, 84-тегі ма, анасы мен көріп отырмын, рахмет деп айтып жатыр. Біреулер жазады жаңағыдай, жас болсаң да сенің ақылыңды біз тыңдап жатырмыз деп. Рахмет, Аллаға сансымадақ, ұстаздар мамадақ, рахмет сіздерге. Соны айтайын дегенім, мысалы, біз қаншаға келсек те бір қартаймайтын сияқты боламыз. Біреулер айтады, қартайып кеттің, жасым мынаншаға келді, бірақ іштей біз бәрібір өзімізді жас сезінеміз, іштей бәрібір өзімізді әлі жаңадан бір бұғанасқа қатпағандай, сондай бір керемет күйде сезінеміз. Біздің жанымыздың қартаймайтыны сол, бірақ біз оны ұмытып кете береміз да. Мысалы, кейде айтамыз ғой, ой, жас бет, біреу андай бір сөз бар ғой, Құдай өзге, кешіріңіздер, бетім оттай береді деген бір сөз бар ғой, ал жаным, мен әрқашанда жаспын деген сияқты. Сондықтан біреулер бізді қарайды да қартайды деп ойлайды, бірақ біз іштей бәрібір жанбыз, біз қартаймаймыз, біздің тек денеміз ғана қартаяды. Соны ойлаған кезде бізде өте жаңағыдай өмірді қабылдауға жақсы сезімдер ояна бастайды. Енді өмірдің мәні не дегенге келсек, жалпы өмірдің мәні, мысалы, жаңағы бір ғалымдардың, бір ғұламалардың бірінің айтуынша, өмірдің мәні бұл ләззат алу деп айтады екен. Ләззат алу, өйткені адам ләззат алу үшін жаралған, адамның ішінде сол ләззат алғысы келіп тұратын жаңағыдай сезімдері өте қатты оянған дейді. Қазір 1 секунд. Біз үнемі ләззат алудың жолдарын іздеп жүреді екенбіз. Біз үнемі ләззат алудың жолдарын іздеп жүреді екенбіз. Шынымен ақ қоя, мысалы, біреумен сөйлескен кезде бізге жақсы сөз айтса, ләззат алудың жолын іздейміз, тамақтан іздейміз, музыкадан іздейміз, табиғаттан іздейміз, бір кішкене массаж алсақ та, сондай ой деп жаңағыдай керемет болып, сондай жадырап қаламыз. Біздің сол негізгі өмірдің мәні ләззат алу. Өйткені адам сол ләззат алуға өте ұмтылады, өте талпынады екен. Ләззат алған кезде адам өзін бақытты сезінеді. Сондықтан да, мысалы, біз ләззат алғанда, бұл да бөлінеді, материалдық дүние, рухани дүние, Біз материалдық дүниеден де ләззат аламыз, пенде болған соң, бірақ ол уақытша. Біз үнемі бақыттың эйфориясында жүрмейміз да, мысалы, жаңа үй сатып алайық, жаңа көлік сатып алайық, жаңа киім сатып алайық, аяқ киім болсын, не болсын, бүкіл материя. Біраз уақыт қуанамыз, содан кейін барып оның қадірі кетеді, одан кейін барып басқасы келеді. Сондықтан біз ондай ләззатқа бәрібір тойынбаймыз, және ондай ләззат ол алдамшы ләззат. Шынайы ләззат, меніңше, шынайы қанағат сезімі, қанағаттану, адамның қанағаттануы, бұл жаратушыны тану. Негізі өмірдің мәні сол жаратушыны тануға негізделген. Біздің жанның негізгі миссиясы сол Алла тағаланы танып, Алла өзін өзі дамытумен айналысып, сол жаратушыға өзін жаратқан жоғарғы шебер, сондай мықты, бәрін көруші, бәрін естушіге қайту. Ал біз көбінесе оны басқа материалды құндылықтармен шатастырып жатамыз да, содан өзіміз зардап шегеміз. Сондықтан да біз мысалы кейде уақытымызды бос өткізген кезде өзімізге айтамыз, ананы істеймін, мынаны істеймін. Кейде жаңағыдай Инстаграмға кіресің де, біреуден біреуді қуалап, ананың парақшасынан анаған өтіп, одан анаған секіріп, анаған жүгіріп, осылай қанша уақытымыздың бос кеткенін білмей қаламыз. Не болмаса, бостан босқа сіздің болашағыңызға, қазіргі жағдайыңызға ешқандай пайдасы жоқ, сондай жаман эмоциялар мен вибрациялар тудыратын әңгімені айтып, өсек, шағымдану, критика, сонымен уақытымызды өткіземіз. Не болмаса, тамақты көп жеп, жаңағыдай уақытымыздың көпшілігі соған арналып кетуі мүмкін. Осындай кезде біздің жанымыз қатты қиналады екенді. Ол бізге айтады екен, не істеп жатсың сен, неге уақытыңды бос өткізіп жатсың, сенің уақытың мынандай үшін берілген, сен неге бостан босқа бұндай уақытыңды өткізіп жатсың деп, жан өзі өте қатты азап шегеді екен. Сол жанның азап шеккені
бізден қорқыныш болып туады екен. Представляете? Қорқыныштар қайдан туады не? Бұл енді қорқыныштардың тууының бір жолы осы. Жан қатты азап шеккенде ол қатты қиналады, сосын барып біздің бойымызда түрлі үрей, қорқыныш энергиясы болып шығады екен. Содан кейін барып бізде үрейленіп жүреміз көрінген нәрседен. Осыған да кішкене бір сенуге болатын сияқты, осындай дүниеге де. Содан кейін барып біздің негізгі өмірдің мәні айттым, Алла тағаланы тану. Енді біреулер айтады, мысалы сонда қазіргі өмірмен өмір сүр, өмір бір ақ рет беріледі, ойна да күл, жаңағындай жағдайыңды жөнде, үй ал, машина ал, карьераңды жөнде, магистратураға түс, докторантура, осылай кете береміз да. Біз қайдан білеміз, мүмкін ол бізде иллюзия шығар. Біз бұл «Матрица» деген фильмді көрдіңіздер ғой, сол «Матрицада» мысалы белгісіз ғой, қайсының шынайы екен. «Матрицаны» тағы бір рет көріп шығыңыздаршы. Мен бұрын сол «Матрица» деген фильм шыққан кезде НТК деген каналда істеп жүргем. Сол кезде әріптестерім, жігіттер көбінесе көретін еді. Солар «Матрица» деп жүретін, бір жігіт ұзын қара плащ киіп жүретін, кожаный. Сол кезде соған «Матрица» деп айтып жүретін. Сол кезде мен түсінбейтін ол фильмді. Мен кейін өзім жаңағындай фильмдерді көріп өз-өзімді танумен айналыса бастағанда әр фильмнен бір мағынаны табатын болдым да. Сол «Матрицада» мысалы белгісізде қай дүние шынайы екен. Сол сияқты мүмкін осы барлық алдамшы шығар, бізді осылай алдап қойған шығар, кім біледі, бізді осындай материалдық дүниеге жаңағындай мәжбүрлі қылып қойған шығар. Сондықтан да біз адасып жүрген шығармыз. Енді кім біледі, мен сіздерге тек қана өзімнің оққан түйгеніммен ғана бөлсемін. Оны сіздер қабылдасаңыздар да өздеріңіз білесіздер, қабылдамасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен бірақ өзімнің пікірімді сіздерге танбаймын. Сол сияқты, мысалы мынандай бір үлкен сондай бір сөз бар, нақыл сөз, адам барлық нәрсені әлемді адам өзінің көзқарасы арқылы таниды деген. Сондықтан әркімнің сана деңгейі әртүрлі деңгейде. Сондықтан менің айтатыным әрқайсысын сол деңгейде қабылдау керек. Сол кезде ғана біз адамдармен қарым-қатынасымызды жөндей аламыз және қарым-қатынас құра аламыз. Егер біз басқаша ойласақ, мысалы мен айтып тұрам, жан, анау мынау, сол айтасың, мынау не айтып отыр, не мұшып отырсың деп, мысалы айта саласыздар ғой, кейбіреулері айта салады. Сол кезде мысалы ол адам түсінбейді, бірақ ол адамның түсінбейтініне мен кінәлі емеспін, өйткені ол адамның сана деңгейі сол деңгейде. Мүмкін ол адам үшін мен мүлдем ақымақ болуым мүмкін. Сондықтан да бұл жерде әркімнің өзінің көзқарасына байланысты. Сөйтіп, негізгі сол өмірдің мәні не дегенге келгенде, жаңағы бір жолын айттым сіздерге, ләззат алу, ал екіншісі бұл Алла тағаланы тану, бұл жаратушы иені тану, бұл өз-өзіңді, демек жаратушы иені тану деген өзіңді тану арқылы сен Алла тағаланы сондай бір керемет ғаламдық күш дейміз бе, әркім әртүрлі айтады, космос, энергия, бұның барлығы жаратушы басқарып тұр. Менің рухани ұстазым айтатындай, бүкіл космос, планета, энергия, барлығын басқарып тұрған ол Алла деп айтты. Сондықтан Алланы біз Алла дейміз, басқалар Құдай дейді, басқалардың тағы да басқа атаулары бар. Алланың көркем есімдері көп, әр сенімде есімдері көп. Сондықтан да барлығы сол бір сондай мықты күш. Сол адам өзін-өзі танумен, өзімен өзі жұмыс істеумен айналыса бастағанда, адам сол жаратушыны тануға қадам жасайды. Міне осы өмірдің мәні. Ал біз қазіргі уақытта көбінесе білесіздер ғой, где мое предназначение, какая моя миссия, менің миссиям қандай, менің предназначением қандай деген сияқты нәрселерге кетіп қалдық та, мен немен айналысуым керек деген. Сондай нәрселер мүмкін, менің ойымша, мүмкін біздің көз алдымызда сондай жандай вуаль дейді ғой. Нарисованная вуаль деген киноны көруді сіздерге ұсынамын. Менің парақшамда фильмдер тізімінде бар. Разрисованная вуаль. Сол сияқты бір вуаль қойып тастаған сияқты да. Сондықтан да біз өзіміздің негізгі миссиямызды ұмытып кетіп жатамыз. Сонымен менің тағы бір айтатыным сіздерге, бізде өмірдің мәні бұл өзіңді тану арқылы жаратушыны тану. Сен өзіңді танысаң, сен Құдайды тануға ұмтыласың. Сен өзіңді танысаң, сен адамдарды да тани аласың. Сен өзіңмен жұмыс істеуді бастасаң, сен өзіңді өзгертуді бастасаң, сен
барлық нәрсенің, көп нәрсенің өзгеруіне себепші боласың. Енді үнемі осындай нәрселерді айта берді деп ойламаңыздар. Енді менің негізгі тақырыбымның ауаны осы жаққа ойыса береді. Әрине материалдық дүниені де ойлау керек. Бұл өмірде келгеннен кейін біз мысалы аяғымызда аяқ киім жоқ, аш-жалаңаш жүрсек, онда бізге ілімді қалай аламыз, кітапты қалай сатып аламыз, материяға байланған дүние болғандықтан. Сондықтан біз сол балансты ұстауға тырысуымыз керек. Қатты материяға да кетіп қалмай, материяның барлығын тастап, егер біз одан кететін болсақ, онда біз жаңағыдай нағыз тақуалық жолға түсеміз. Сондықтан осы өмірдің мәні сіздерге көп іздемей-ақ қойыңыздар деп айтам. Көп іздемегенде жаңағыдай менің предназначением не деген сияқты қатты баса ауыртпай-ақ қойыңыздар деп айтам. Өмірдің мәні бұл өзіңді тану, өзіңнің санаңмен жұмыс істеу, өзіңнің санаңды дамыту, өзіңнің санаңды дамыту арқылы, өзіңді тану арқылы жоғарғы жаққа қарай ұмтылу. Қазір бір секунд. Мысалы сіздердің түсініктеріңізге сай келетіндей айтсам, мысалы бізде жаратушы біздің осы жер бетіндегі өмір сүруіміз үшін бізге арнайы условия деп айтайық, условия жасайды, арнайы жағдай жасайды. Ол бізді шексіз жақсы көреді, ол шексіз мейірімді, сондықтан ол бізге жағдай жасайды. Мысалы мен бастық болғым келеді, ал мә саған бастық бол. Мен атақты болғым келеді, міне саған атақты бол. Сондықтан да ол біз не сұраймыз, соны береді, біз үшін қайырлы болса, бізге сол дүниені береді Алла тағала. Және оның біз үшін сондай бір мәңгілік емес екенін де көрсетеді. Мысалы, біз өзіміз таңдаймыз. Негізі, мынандай да бір пікірді айтқым келеді. Негізі, ғаламдық күштерге, жоғарғы жаққа сенің не ойлағаның бәрібір. Былайша айтқанда, сен қандай вибрациялар өзіңнен жібересің, сен соны аласың деп айтады. Мысалы, эзотерика ілімі бойынша. Сондықтан, мысалы, мен бір жерге бастық болғым келді ма, мені бастық қылып қояды. Біреу шынымен рухани жолмен айналысқысы келді ма, оған сол күнде сол күнінен уақыт беріп тұрады. Мысалы, мен сіздерге айтайыншы, мен қазір өте, енді Аллаға шүкір, Аллаға сансымадақ деп айтайын, шынымен бұрынғы қалауларыма жетіп келе жатырмын да. Бір кезде жаңағы өмірдің мәнін ұғыну үшін біз өзіміз тоқтауымыз керек та, бізге мен кіммін, мен осы өмірге не үшін келдім деген сұрақтарды қою керек. Осы сұрақтың реті менің парақшамда бар. Сондай сұрақтар маған келе бастады да, мен Астанада жүргенде мен не істеп жүрмін, мен сонда зейнеткерлікке шыққанша мен осылай жұмыс істеймін ба, күні түні, таңертең жұмысқа барам, кешке кетем, таңертең барам, кешке кетем. Сонда бұның қандай мағынасы бар? Мен сонда қартайғанша осылай жүрем ба? Сосын жан-жағымдағы адамдарға қараймын, сонда мына адамдардың барлығы осылай жүреді, сосын бір күн өледі. Сонда бұның қандай мағынасы бар деген сұрақтар мені қатты мазалай бастады. Мен ол кезде түсінбеппін мен не іздеп жүргенімді. Және менің жанымның не қалаған, менің жаным басқа жаққа қарай тартқан, менің денем, тәнім басқа жаққа қарай сүйрегенді. Кешіріңіздер. Тәнім басқа жаққа қарай сүйреген. Сонда сіздерге айтайын, жан мен тән бір идиллияда болмай, жан басқа жаққа, мысалы Крыловтың мысалы бар ғой, шортан, тағы да не еді? Жан жаққа тартатын. Сол сияқты, жан басқа нәрсені, жан өзінің қалауын, тән өзінің қалауын, ом өзінің қалауын қалап екеу екі жаққа кеткенде бізде сондай жарылады екенбіз. Біз жарыламыз, біз не істеп не қойғанымызды білмей қаламыз. Біздің адамдармен қарым-қатынасымыз нашарлауы мүмкін. Біз жаңағыдай мүлдем басқа бағытқа кетіп қалуымыз мүмкін. Сондай бір ақымақтық дүниелерді де істеуіміз мүмкін.
қатты рухани азап шегеміз. Біздің өйткені жанымыз басқаны қалай, тәніміз басқаны қалай. Сол кезде қатты бір қиналамыз. Осы дүние менің басымнан өтті. Өте қатты қиналдым. Мен түсінген жоқпын маған не керек екенін. Мысалы, сол кезде шетелде қазақ балалары жобасы өте дүрілдеп тұрды. Барлығы осы жобаны айтып жатты, бірақ соны айтып жатқандар маған түк керек емес болды. Не екенін білмеймін. Мысалы, мен ойладым, мен ешкім танымас екен, маған ешкім ешнәрсе демес екен деп. Өйткені менде андай энергиям сондай сарқылып кеткен соншалықты, және жаным басқаны қалаған, тәнім басқаны қалаған, мен сонда екі ортада жүрдім да, дүбәра болып жүрдім да, былайша айтқанда, сондай қатты жаным азап шеккен екен. Маған мысалы біреулер айтып жатты, сенің қазір сөзің жүреді, сен қазір ол кезде аутсорсинг шығып жатқан еді, жаңағыдай бағдарламаларды алып, сол ақша жасау керек, өзің компания ашасың, сондай бағдарламаларды алып өзің істе, не болмаса мынандай қызмет тұра, сондай нелер көп болды да. Бірақ та оның маған ешқайсысы керек емес болды. Бір әріптестерім айтты, бірге жұмыс істейік, кино түсірейік, ананы істейік, мынаны істейік. Маған түк қызық болған жоқ. Ешнәрсе. Түкті де қалағам жоқ. Мен жұмыс істегім келген жоқ. Мүлдем жұмыс істегім келген жоқ. Сол кезде мен досым Айнұр білет, қандай жағдайда болғанымды, түк жұмыс істегім келген жоқ. Ана жаққа кеттім, мына жаққа кеттім. Бәрібір келмейді. Ең соңында Атыраудан бірақ шықтым, жұмыс істеп, бірақ сонда да ол жақтан кетіп қалдым, Сонда мен сіздерге айтқым келгені, біз бір жерден біздің жанымыз басқа нәрсені қалап, біз басқа нәрсе үшін еңбек етуіміз керек болса, біз керемет жерде отырсақ та, біз сол жерде тіпті сондай күштер бірігіп, сол жерден бізді алады да бүйтіп шығарып тастайды екен. Алады да бізді лақтырып тастайды. Сондай лақтырып тастайды, сол кезде бас кезінде өзің мең-зең болып қаласың, артынан кейін барып түсінесің. Сондай жағдайда жүрген менің оқырмандарым болса, ешқандай да саспаңыздар, барлығы жақсы болады деп айтқым келеді. Сонымен айтайын дегенім, жан қалауын жасау керек. Сосын барып мынандай дүниелер болады. Bir кезде сіз бір нәрсені армандадыңыз, қатты қаладыңыз, біраз уақыттан кейін сол сізге келді, сондай ұсыныс келді, бірақ сіз қабылдай алмайсыз, тағы да жаныңыз қиналады. Өйткені сіздің құндылықтарыңыз өзгерген, сіз бұрынғы адам емессіз. Сол кезде жан мен тән қайтадан арпалысқа түседі, біздің ақыл қайтадан арпалысқа түседі. Не істеймін, бұл менің арманым еді ғой, мен бұны қалап едім ғой, неге бұлай болып жатырмын? Жоқ әлде қайтадан осыны істеймін ба деп. Сол кезде тоқтау керек екен. Энергияны көп жегізбей, сол кезде жоқ деп айта білу керек екен. Сол сияқты мен осы жолға түскен кезде күшті заманчивый дейді ғой, сондай ұсыныстар түсті. Телевидениеға байланысты, әйелдерге арналған бағдарлама, өзіңіз жасайсыз, өзіңіз басшы боласыз деген бүкілін мен жоқ дедім. Сондықтан сондай кезде де өзімізді, жүрегімізді тыңдай білуіміз қажет екен. Тағы бір нәрсе айтқым келгені, біз мысалы кейде бір адамды періште деп айтамыз да, мысалы менің оқырмандарым біреу жазып қойып, сіз періштесіз деп. Мен өзімді мақтан етіп айтып тұрған жоқпын, осыны мысал ретінде айтқым келеді. Сосын астынан бір оқырманым жазды, періште көкте ғана деп. Періште көкте ғана. Дегенмен сіздерге мен бүгін мынандай ақпаратты ұсынғым келеді. Біздің бойымызда, біздің табиғатымызда 4 осындай сущность деп айтамыз ба, сондай өмір сүреді. Бірінші, бұл менің ойымнан шығарған дүние емес, бұл кәдімгі кітаптарға сүйеніп айтып жатқан дүние. Имам Ғазалидан информация. Ислам ғұламасы. Ол біреуі жануарлар, біреуі аң, одан кейін барып жаңағындай жыршылар, содан кейін барып періштелер. Осы 4-еуі біздің табиғатымызға тән екен, адам баласының табиғатына. Қазір мен сіздерге мал, аң, жыршы, содан кейін барып періштелер. Мал, аң, жыршы, сосын періштелер, Осы 4-еуіне тән. Енді мен сіздерге сол қабілет қасиетті айтайын. Мысалы, егер малдың бақыты неде? Малдың бақыты тамақта, тамақ ішу, содан кейін барып ұйықтау, сосын совокупление дейді, бұл жыныстық қатынасқа түсу, нәпсі құмарлық. Егер
егер сен мал болсаң, кешірім сұраймын, осы сөзді айтып жатқам, егер сен мал болсаң, онда сен күні түні өзіңнің қарныңды тойдырып және жаңағындай жыныстық мүшелеріңнің айызын қандыруды ғана ойла деп айтады екен. Дәл осылай жазылған. Екіншісі, ойлаңыздаршы, екіншісі бұл аңдардың бақыты. Бұл біздің адамның табиғатында бар. Бұл өлтіру және өзін өлтіру, жою, жаман нәрселермен айналысу және өзіңнің ашуыңды басқаларға шашу. Өзіңнің жаңағындай бүкіл жаман энергетикаңды шашу. Бұл аңдарға тән. Одан кейін барып жышылар. Бұл жышылар деген өте жағымпаздық, өтірік айту, алаяқтық жасау, сатқындық, қулық, алдау, осының барлығы. Егер сіз осыларға жатсаңыз, онда сіз өзіңіздің бақытыңызды табасыз. Одан кейін бар періштелер. Періштелердің бақыты бұл жаратушының сұлулығын, жаратушының Тәңірдің ғажайыптылығын тану. Тәңірдің ғажайыптылығын тану, Алла Тағаланы жаратушының сұлулығын, жаратушының құдіретін жаратушының құдіретін не деп айтсам болады екен, лицезрение, соны тану, соны насихаттау дейміз ба, Алла Тағалаға қызмет ету және өзіңнің ашуыңмен жаңағы аңдарға тән ашуды және малдарға тән қасиетті осы жолда құрбандық ету. Сондықтан егер сіз бір адамның бойынан осы періштеге тән қасиетті көрсеңіз, демек оның бойында осы періштенің образы, періштенің қасиеті көбірек шығып тұр деген сөз. Егер мысалы бір еркектер болады, жаңағыдай қанша үйленсе де басқа әйелдерге барады, зинақорлық жасайды. Сол сияқты тұрмыс құрған әйелдерге де осы нәрселер соңғы кезде көп болып кетті. Бұл міне мен сіздерге айтқандай кімдерге тән екенін енді сіздер өздеріңіз білесіздер. Сондықтан біз жүрек деп айтады. Имам Ғазали жүректі сол жан деп алған. Біз жанның қалауын орындауымыз керек. Жан ол жанды жаратушыға қарай асығады. Сондықтан біздің миымызды, жаңағы ақылды, сананы сол жүрекке жеңдіру керек. Және жаңағы біздің бойымыздағы мысалы аңға тән ашу, ашуды, малға тән құмағайлық, нәпсі құмарлық, жыныстық қатынасқа құмарлық, ұйықтай беру, осыны және жышылардан келетін алаяқтық, өтірік айту, сатқындық, жағымпаздану, қызғаныш, көре алмаушылық, осының барлығын алып жанға жеңдір деп айтады. Имам Ғазалидің түсіндіргені, мен алдында мен сіздерге айттым ғой, мен сондай керемет күшті бір нені таптым деп, мен сіздерге алдында оны басқа әдебиеттерден айтып жүргем. Сол барлығы қосылған кезде мен шынымен қуандым да, бұның түбі бір екен. Сондықтан оның айтқаны жүрек деп алады. Біздің бір нәрсе болса айтамыз ғой, ой, мен жүрегім ауырып кетті. Соны көріп жүрегім ауырды дейміз ғой. Шындығында ол жүрек емес, ол жүректі біз көре аламыз. Жүрегімізге, біреудің жүрегіне жаңағыдай зардап шексе, оны алып ауыстырады тіпті жүректі, Жүрек кәдімгі ет. Ол жүрек адамда да бар, ол жүрек аңда да бар, ол жүрек малда да бар, Ал адамның сонда қандай айырмашылығы бар? Адамның айырмашылығы адамның санасында. Бізге Алла Тағала сананы берген. Сондықтан біздің айырмашылығымыз сонда, мысалы иттер көшеде де мысалы бір-бірімен жыныстық қатынасқа түсе береді, былайша айтқанда, Біз оны бірақта аморально деп айтпаймыз ғой, оңбаған иттер қандай ұялмайды, мыналар не деген сұмдық, бұларды барып полицияға айтып, қоғамдық орында бұндай істеуге болмайды деп айыппұл салу керек деген. Ондай жоқ қой, кешірім сұраймын, енді шындығында солай ғой. Ал адамдар неге олай істемейді? Өйткені адамдарға жаратушы сондай жоғарғы деңгейдегі сана берген. Сол сана берген, сондықтан да біз барлық нәрсенің байыбын білеміз. Сондықтан да біз қай жерде не істеу керектігін, қай жерде не істемеу керектігін білеміз. Ал біз сана деңгейіне көтерілген кезде,
біздің бойымызда, біз Алла тағаланы тануға ұмтылған кезде, біздің бойымызда осы періштелерге тән қасиет бізде пайда болады екен. Представляете, қандай керемет. Сондықтан да қымбатты менің оқырмандарым, Жанар Байсеміз қуып кетті деп айтпайсыздар деп ойлаймын. Ерте ме кеш па біз осыған келеміз деп ойлаймын. Және шындық, материя ешқандай да мәңгілік емес, ештеңе мәңгілік емес. Біздің отбасымызда, біздің бала шағамызда бәрі мәңгілік емес, бізде мәңгілік емес. Бірақ біз бұның бәрін білеміз. Бірақ біз мұны мойындамаймыз. Неге? Өйткені біз қорқамыз, иә? Өйткені біз қорқамыз. Өйткені бұл өмірден кейін өмір жоқ деп ойлаймыз. Өйткені біз тек қана денеміз деп ойлаймыз. Денеміз топырақтың астына көміледі де қалады деп ойлаймыз. Сондықтан да біз жан есебінде соны ойлаған кезде бізде барлығы басқаша болады. Барлығымыз соны білеміз, бірақ та сенгіміз келмейді, иә? Осы жер бетінде мәңгілік өмір сүретін сияқтымыз. Осы жер бетінде мәңгілік өмір сүретін сияқтымыз, және соған байланысты өте оспадар тірліктер істейміз, иә? Бір-бірімізді сынаймыз, мінейміз. Біреу жоғары қарай көтеріліп бара жатса, оны түсіруге асығамыз. Қазақ дейміз да, қазақтың ішінен сондай бір басқаша ерекше ойлайтын адамдар шығып жатса, адамдарға көмектесетін адамдар шығып жатса, оларды қайтадан кері қарай тартамыз. Оларды сондай бір жаман кейіпте көрсетеміз. Соңғы кезде өздеріңіз көріп жатсыздар, иә? Сондықтан мұның барлығы уақытша. Мысалы, мен дәл қазіргі уақытта, мен мысалы бұрын кіммін десе, мен журналистпін деп айтсам, қазір мен жаммын деп айтқым келеді. Шындығында мен өзімнің кейбір әріптестерімнің сондай бір басқаша деңгейде әңгіме айтып жатқаны мені де қапаландырады. Бірақ дегенмен де мен олар қандай солай қабылдаймын, өйткені олардың таным түсінігі, әлемді көру көзқарасы сол деңгейде, сондықтан да қабылдаймын. Мүмкін олар осы дүниеге келеді, мүмкін олар келмейді, оны бір Алла біледі, және бәрібір түбінде әйтеуір келеді. Мен сіздерге бір информация айтқым келеді, бірақ оны әзірге айта алмаймын. Өйткені сіздердің қабылдауларыңыз қандай деңгейде екенін енді бағамдай бастаймын. Мүмкін семинарларымда айтамын. Дегенмен де шет жағын айтып қалғам. Сондықтан шағымдану, критика, өткенде де айттым, критика қай кезде болады, бір нәрсені түсінбегенде болады. Кейде мен сол адамдарға барып айтқым келеді, Құдай-ау, сен неге алысып жатсың? Не қажет бұл саған? Қайдағы шырылдаған шындық? Қайдағы журналистика? Бұл жерде қайдағы журналистика? Бұл жерде ешқандай да журналистика жоқ. Журналистика ол басқа дүние. Шынымен қоғамымызды бүлдіріп жатқан дүние туралы неге жазбайсыңдар, неге айтпайсыңдар? Айта алмайсыңдар. Мен өзімде журналист болып жұмыс істедім. Кезінде жіберейін деп тұрған материалды эфирден алып тастайтын уақыттар болады. Заказ келеді, тапсырыс келеді. Оның барлығы ешқандай да құпия емес. Мен мысалы қазір көп нәрсені айтатын болсам, онда қатты өте қиын болып кетуі мүмкін, сондықтан көп нәрселерді айтпаймын. Я сол кезде мен өзім сол арналарда істегеніме байланысты өзім сондай жаңағыдай конфиденциаль, тілім келмей қалды ғой. В общем, сондай құпия ұстау әңгімелері, кешірім сұраймын. Тамағым жыбырлап кетті. Сондықтан айтатыным, жаза беріңіздер, айта беріңіздер. Демек, өмір сонымен қызықты.
кейде ішім ашиды көп дүниеге. Кезінде өзімде сондай басқаша деңгейде болғаныма, шағымданғаныма, жаңағындай сынағаныма, кейбір мықты адамдарды сынағаныма ойлаймын да, о боже мой, жанар деп. Бірақ соның барлығы өтпелі кезең, сол арқылы мен осы жерге келдім. Бағана ғана Facebook желісінен оқыдым. Facebook'та осындай мықтылар отырады, сауатты, жоғары деңгейдегі. Instagram ол ақыл деңгейлері төмен. Instagram ол жаңағындай желілік маркетинг. Instagram ол сату алып сатарлар. Instagram ол ақыл сатқыштар және ақылсыздар деген сияқты пікірлер оқыдым да ойладым. Осы дүниені айтқан кезде адам қалай қорықпай айтады деп. Бұрын мысалы менде де бір ойлар болған. Facebook'та өте қатты менде белсенді едім. Менің шетелде қазақ балалары жобасы елге Facebook арқылы танылды. Facebook'та жүргенде мен де Instagram'ға кіретін едім да, ойлайтын, боже мой, құдайым-ай, мынау не деген қандай төмен нәрселер деп. Бірақ ол кезде білесіздер ғой, Instagram басқаша еді. Барлығы сол көбінесе өнер адамдары, жаңағындай киім, кешек, сондай нәрселер, той, сондай нәрселер көп еді ғой. Қазір Instagram'ның пайдасы көп бүкіл әлем бойынша. Instagram ол үлкен күш, иә. Instagram'да ақылсыздар отырмайды деп айтқым келеді сол әріптестеріме. Instagram'да ақыл деңгейлері жоғары азаматтар отырады деп айтқым келеді. Мысалы, журналистиканың, телевизияның майын ішкен Опра. Неге журналистика, неге Инстаграмда отырады онда? Неге Инстаграм арқылы ол халықпен сөйлесіп қарым-қатынас жасап отыр? Сондықтан ол нәрселердің барлығы ескірген. Мен мысалы бұрын өзімде сондай пікірде болсам, оның бәрі ескірген. Біз заман ағымына ілесуіміз қажет. Мен білем, кейде мен журналист ретінде өзімде де сондай пікірлер болған. Көбінесе сондай ішім ашитыны журналистердің жаңашылдықтан артта кішкене қалып қоятыны өзіндік бір принцип болады да, сол принциптен аттай алмайды. Сондай дүниелер бар негізі. Мен де сондай деңгейде болғанмын. Сондай дүниеде ойланатынмын. Бірақ мен ешкімге ешнәрсе айтқым келмейді. Әркім өзі біледі не айтатынын, және өзі соған жауап береді. Мен ешкімге ешнәрсе жауап бермеймін. Дегенмен де сіздерге айтқым келгені осы жан деңгейіне көтерілейік. Сол кезде барлығы басқаша болады. Осымен тікелей эфирде бәйсемізде айтқым келген дүниелерімді айтқан сияқтымын. Көпшілігін тағы да ойымды қорытындылап, мен семинарымда айтамын. Ал енді